Сәлем достар, бүгін мен сіздермен ажурный блинчик пісіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік, әдемі болып піседі. Бізге қажетті заттар ең алдымен 2 жұмыртқамызды қант қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Айранымызды қосамыз. Жарты чайный ложка содамызды да қосамыз. Енді осы массамыздың үстіне ыстық суымызды қосып, араластырып аламыз. Ұнымызды қосып, түйіршіктері қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған табамызға майымызды жағып, жұқа етіп қойып пісіріп аламыз. Мінекей, енді біздің блинчиктеріміз дайын. Осылай жұмсақ, әдемі болып піседі. Өз қалауларыңызға қарай ішіне начинканы дайындасаңыздар болады. Мен өзім сметананы қойдым қасына. Достар, бір жасағаннан осылай әдемі болып шығатын блинчиктерімізге өздеріңіздің бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды комментарияға қалдырыңыздар.